Баяхмет Жұмабайұлының «Дауылға қарай желкеніңді оңамасаң, өркениетке деген қадамың мандымайды» деген мақаласының 4-ші бөлімі «Ақылдыға дес бермеу, ертеңін ескермеу». Зымыран заман заңғарын салбөксіге ұстату екі талай болды. Езбекті есепті бұл күнде елге мін. Ертеңін ойлайтын еңселі де елгезек ой қиғылығыңа да, қыңырайғаныңа да қарар емес. Дәстүріңде тәлімет пен тағылым тұрғанда, оны елемей қортпаған тірлік шегін шектеуден басқа амалың не? Міне бұның барлығы да тағы да сананың жұтаңдығы, жігердің жасық, зейіннің тұйық, өрің шекті, сезімің тұрпайы, көңілің қарабүйре болғандықтан, ұлттық рухымызда өз жанағын аңғартады. Әншейінде қарап отырсаң, өзіңнің ғана емес, жер шарының бір шетінде жатқан ағылшын, еврей, неміс сияқты ұлттардың мәдениетінде алымсынбай мұрнымызды шүйретініміз бар. Шынын айтсаң, мұндай рух алақайлар жайт. Расында елдің алтынына бермейтін ұлттық дара қасиетіміз бәрі шын. Бірақ та сол бітімі дара қасиетімізді басқалар алдында жарық жұлдыздай етіп әйгілеп бере алдық па? Керісінше, олпымыз бен солпымызды көп көрсетіп күдікпен күлкіге қалып жүрген жайтымызды қалай жасырамыз? Қасаң тартқан байырғы идея әлі де әлсіремей озғанға тамсанып таңырқаумен боламыз да, тірліктің түйінін түсіне алмай, қарекеттің шешімін шеше алмай, тамыздығы көп тірліктің тектерісіне әуелде бейім болып тұрғанымызға мойындамай, тағы шірене қарап, біреу бетіңді оңайын десе теріс қарап, ақыл кеңес айтқанға алая осқырынатын, пікірді белінен басып өтетін кеудебай менсінуіміз оңай емес. Егер кемістікті айтып көр, асқынған көрменен сорлы біреудің ақылын, пікірін місе тұтпай, құлағын тас бекітіп, шаралы сөзге шатпаяқтап, жөн сөзге жонын көрсетіп шыға келеміз де, ізгілікті ту етіп талпынуға жүйкеміз жібермей, заманға қарай ұмтылуға кежігеміз кейін тартып, бойдағы кері мінез ду етіп, отбасын сабап, белдеу жағалайтын айранкөз тентектігін әлде неге балайтынын қайтесің. Мұндай мінез өз төңірегінен ғана табылады ғой деймін десең, басқа өңірдегі ағайындарымыздың да шырайы шығып, бауыры жазылып, көсіліп бара жатқанын да көре алмадық. Қайда барсаң да бағыт-бағдарға жөн сілтеп ақыл айтсаң, өзіңе үдірейіп адырам қалады. Қайта ептеп өзіңді өмірем қалдырып, басқаның алдына жығып бермесіне кім кепіл? Өзі ғана емес, ұлтының өзегі де өзгеге тоналып жатқанын аңғарар емес. Қызғаныш көре алмастық, жасқаншақтық, тартыншақ, қияңқылық ушыққан сайын санасы өлеусіреп, қасаң тартып бара жатқан пиғылына, өзінің жүрек әмірі жетпей, жол бастап, ақыл берушіге күмәні бұлттай үйіріліп, бауыры сыздап, жүрегі мұздағанын көріп, бір сәтте қайрылар деген үмітпен ада болып, тұнжыраулы жүректің назарынан қақжау тартып тыныш боласың. Сөйтіп, ұлт, азамат, намыс үшін деп айтқан ақыл жасаған жақсылығының сәні, санасы идеяның самырқау түйсігінен орын таппай, ағайын арасының жарастығының мәні, достықтың сәні кеткен көргеуде кердеңнен амалсыз қорқасың, торғасың. Бұның бәрі тағы сана мен сапаға саяды. Ішінара болса да, бір құмалақтың бір қарым майды шірітерін даналар кесетпеп беді. Сондықтан, орынды сөзге ой жүгіртіп, саналының сөзінен саңылау алып, ақылға дес беріп, сөзге иілетін ақылгөй қарияларымыз бен ұлылардың уәжіне ұйып, парасатына, басиетін қасиетке өзімізді сомдап, өмір нәрімізге сіңіріп, бүгінін ғана ойлап, ертеңін тәрік ететін даңғой ессіздіктен арылып, мынау ғылым техникасы дамыған заманда пікір қабылдап, тәжірибе қорытатын қасиетті қалыптастырғанымыз жөн. Мақаланы оқыған диктор Тоқан Мәкейұлы.